Қыз үңі қалт қуаңдап, қас қаққанша қан теуіп қайта өзгереді. Ерсау деу ести де жоқ, қыз жаққа қарай беремін. Сәт сайын сабырды әлсіретіп, соқыр желік жеңді, ақыры кілт тежегішті басым. Байқамай отырған қыз хақ деп оң құмны ұстай алды. Көзіміз қарбалас түйісіп қалды. Құмардың өрті қолымды билеп, қыз белінен орайы құшып өзіме тарттым. От дене өзі де икемделіп, тек жүзін теріс қаратып, қолымнан ернін қорғаштай бердім. Қарсылық құмарлыққа қос тасайды ғой, әйтсе. Қарулы білек қыз жүзін қайтсе де бұрып, екі ерін жалын боп ұшырасты. Құйындай үйірлеген құтырық құмар ойлантпады, қарауатпадым. Осым қылмысау деген күңгірт күдік құшағымда қыз тұрғанда бір қылаң беріп еді. Басылмаған желік оны да көміп жіберді. Жол үсті көп бөлмедік, қойлы ауылға ілгеріледік. Рая балбұл жанып, әп-сәттек адамдарды сүзекке қарсы егіп тастады. Шайға отырдық. Алдыға нан, қуырдақ қойылды. Қыз жүзі шат-шадыман. Баяғы сонау балалықтың соңғы белестіндегі бір сәттерім сонда тағы сағымдана бастады. Ақ гүлімді омырауына қадап тұрып, бейкүнә қыз бар шындығын арғатқан гүлден де аппақ күлімсізмен маған деген махаббатының кіршіксіз екенін ишараланған. Ойға шомып кеткенде Шопан аға бұзып жіберді. Ержан, қуырдақ алсаңшы. Алып отырмын аға. Рая мендегі өзгерісті енді байқап, қас арасы қыртысына қалды. Қуанышы жүзіндегі жарқын сәуле содан да сөнер емес. Өзіме өзім жүгініп, ой ішінде бұлдырай бастадым. Бір ой шаншу, бір ой түрпі, жан дүнием топалаң. Адам ағаттық істегенде сағы сынып, не одан ары былғана береді. Болатша суырылып, не қатесін қайтсе де түзейді. Осы екі жол іште егіскенде есім ауып кете жаздайды. Өңіме тепкен өзгерістен машинаға мінгенге Рая кәдімгідей үрейленді. Бір жерің ауырады ма, Ержан? Білмеймін, өне ойым, дел сал. Суытып қалғансың ғой, кабинаның әйнегін көтеріп қояйын. Дәл бүгін суық тие қоймайтын шығар. Астарлап айтқан емес, сөз ретеді. Жымиып қана жаңағы сөзге риза Рая байлатып бір ән бастады. Қаратау кейде қарлы, кейде қарсыз, ер жігіт кейде малды, кейде малсыз, дарияның жырға соққан толқынындай көз салған көрінгенге көңіл арсыз. Әдейі емес, ол да аузына түскен айтқан шығар. Арсыз дегені ауыр тиді. Аң-таңмын. Апырмау, аяқ асты азғындайды екен адам. Өз сүйгені бола тұрып, тағы біреуді сүйді дегенне не сұмдық, не мақсат, не қылық мұным? Баяғы заманнан бар опасыздықтың махаббатпен бірге жасауы заңды ма әлде? Өзіме өзім жұмбақ. Кеше ғана көкенді ойлап көңілім алаң, сағыныштан сартап болатынмын. Бүгін бейне басқа адам. Қайдан біткен бұл құйынша өзгеретін қабілет? Жылжыған сайын жол бұрылар, қараңғылық алдымызда, жарық артымызда қалып бара жатқандай. Фарды жақсаңшы. Жарық қой әлі. Қайдан жол көрінбей кетті? Көзің нашар ғой, мен бәрін көріп келем. Жақ, қорқам әйтпесе. Мен қараңғыда жүргенді жақсы көрем. Ендеше өзім жағам. Фардың тетігін тартқала жатқан соң қызды білегінен ұстай алдым. Лып машинадан шығып кетті. Алдымы жазық болған соң әдейі тежемедім. Жолсызда келе жатқанымыз көргенде Раяның зәресі ұшты. Ой, жолдан шығып кеттің. Мен фарды жақтым. Тоқтап жерге түстім. Охо, адастық. Кабинаға қайта кірдім де фарды өшірдім. Ал түземісте шетінеміз енді. Не алдымызда жол жоқ, не артта із жоқ. Ойнамасаңшы, Ержан, жол міне, жартақ метр жерде. Дауысының дірілі, абдырап сөйлегені қараңғыдан гөрі өзгеден үрейленгендей. Асығатын не бар? Ақыр тоқтаған соң әңгіме айтып отырайық біраз. Жүр, жолға түс, сонан соң айтамыз. Қыз дауысы қатайыңқырап кейіп шықты. Жүрші енді, біреу-міреу байқаса, жолсызда тұрғанымызды ұят шығар.
Түн іші қу медиенге кім келеді? Әлде аңдып жүретін адамың бар ма? Ой, өсіп кететін несі екен? Жарайды, қапаланбай қой. Жеп қоймайым, жеткізейін ауылға. Әлденеге ызаландым, әлденеге ренжідім. Ештеңді тыңдамайтын, ештеңені танымайтын дүлей бірдеме бойыма сыймай дуылдатып барады. Тіл аузым байланғандай бір сөз жоқ. Машинаны тік төмен қудым да отырдым. Ағып келе жатқан күйі жолсыз қараңғылыққа қойып кететін кісідей келіп-келіп кілт бұрыламын. Қыз заты сондадан берік, сөз қатпай сабыр сақтайды. Дұрыс-бұрысын некшеп жатпай сөйлей салатын мінезім тағы ұстады. Рая, тоқтаймын. Неге? Тоқтаған соң айтам. Қыз иығын қиқаң еткізді. Моторды өшіріп тастадым. Қазір мен адам баласы түсінбейтін әлекке түсіп келем. Жасырмай, бүкпей, тап қазір бар шынымды айтқым келеді. Айт. Жасықпын ғой, жарықта айтуға жүзім шыдамайды, деп фарды өшірдім. Етегін тартып, тізесін асығыз қымтап, қыз сол сәт әлек болып қалды. Қолдағы қарсылыққа ыңғай жасағанды сияқты. Қыз бәрін басқаша жорыпты. Сассам да сөзімнен жаңылмадым. Рая, мені бұрыннан білесің. Мен де. Бірақ білетін адамыңды білмейтін жағда бола береді. Бүгін сен білмейтін біраз мінездерімді көрсеттім. Кешір. Адам кейде өзге түгіл өзін жоқпай қалады екен. Ойланбай істеп опық жеп отырмын. Обалыңа қала жаздадым. Кешір, менің қалыңдығым бар. Үнсіз ол да отыр, мен де отырмын. Ұятты бүркеп түнде тұр. Қыз мен көткеннің бірін де естімеді. Жыламады, жазғырмады. Жым-жырттық екеумізді де жыртып қойғандай. Жылдан ұзақ уақыт жылжыр емес. Қыз күбірете қалды. Жүрмейміз бе? Үнсіз жүріп кеттік. Оның ойы маған, менікі оған тас түнек. Әлі не болатыны, мұның немен тынатыны тағы қараңғы. Қараңғылықта кел жатырмыз. Қараңғылыққа бара жатырмыз. Белгісіздіктің ғана билігіндеміз. Ауылға әбден таянғанда Рая бетіме қарады. Қызың бола тұрып, манағың не онда? Кешір, Рая, көкеннің сағынышы саған ауып кетті. Жолдан неге шықтың? Қандай арамды ойладың? Білмеймін, сені де, көкенді де қия алмай келе жатқам. Ермекке де керек қой біреу. Ондай ойым болса, оңбай кетейін, Рая. Тек осалдығым, көкенді сағынбасам, сен мұншалықты болмасаң, мен бәлкім бұл күнәға батпаста едім. Саған қараса, соқыр кісінің де көзі ашылып кететін шығар. Ол үндемеді. Үйіне кеп түсіп жатып, хош енді, деді. Әдейі мағына беріп айтты. Хош, дедім күрсініп. Түн қойнында талай қылмыс қалған нақ шығар. Біз де бүркемеледік, білдірмедік. Қазір Рая бұрынғысынша көрген сәт күле амандаспайды. Жай жұтташа ешқашан елемеген адамдай әншейін өте шығады. Сонда сәл салсып өңінен әлде бір арпалысты, аласапыранды аңғарғандай болам. Ішкі сырға ондай берік әйел баласы аш шығар. Артымыздан жарты ауыз сөз жаңғыртпады. Жер бетіндегі жақсы қыздың біреуі көз алдында жүрсе, оның да опасы бар. Жақсыны көргеннің өзі жақсылыққа сенім. Қанша қимастан болады дегенмен, қызғаныштың қара ниеттен туатыны хақ. Қай ниет екенін қайдан білейін? Сол бір түнгі өз күнәмнен кейін көкенді қызғанатын болым. Әсіресе әлсіздігімді сезем. Білем, жан-жақты жігіттің күніне оған қаншасы кезігеді. Өзіңді басқадан қор санауға қақың да жоқ. Алайда ауылға теңемекпіз. Ендігі ауыл қала кейпінде салынбақ. Кейбіреу айтқандай, қала емес, ауыл құсап қайта салынатын. Ауыл қала ұстаз. Адам айылын артқан тартады. Қызғаныш та кісіне берейік. Біреуді қырсыққа, біреуді жақсылыққа жетектейді. Елдің бәрі Отелло емес. Қалалықтан қалыспас үшін
ашидың мекфахиіне сырттай түстім. Сенімнің долбары көптімше механик болып жүрме, деп көкен де әйтеуір каникул сайыны кітап дегеннің көшір әкеледі, жарты жүгі менің қамым. Бұл қызғанышымны көкенге әлі айтқан адам емеспін. Келген сайын көңіліне қаяу салмай, үміттің үлкен жолында қол бұлғап қала берем. Әлгі бір айыбым да бар. Айыпты адам аянып сөйлейді. Қолымнан келсе, өмірімнің сол күнін жоқ қылып жұлып тастар ем. Бірақ қас қағымда өткен іс қашан өлгеніңше өзінен ажырамайды. Есіңде өмір баянында әрдайым жүреді. Қылмысты нәпсі істесе, шындықты жүрек істейді. Кей бергенім кімге сән, мың сүрінбес үшін бір сүрінуге керек шығар. Көкен үшін көп жылы ойын күлкімді ғана емес, Раяның кіршіксіз гүл махаббатын да құрбан еткен адамын білмен. Енді ойласам, осының бәрін көкенге қайта мақтанышпен айту керек сияқтымын. Осы көктем оқу бітпек, аңсатқан көкен оралмақ. Көктем бізге қашаннан тілектес. Аз күнге сабыр, азар шыдайды. Асығамын, аңсаймын. Төзуге бар, дәт сағынбауға жоқ. Ақ десем, атылып жүрегім аузыма түсетіндей.